Құдай саған берген мүмкіндіктерді пайдаланбасаң, олардың барлығы бірте-бірте жойыла бастайды. Ол тек қана сырттағы дүниедегі мүмкіндікті айтып отқан жоқпын. Жалпы адамның денесінде, дене бітімінде, ақылында орасан зор үлкен мүмкіндіктер бар. Егер адам оны күнделікті өмірде қолданбаса, пайдаланбаса, ол уақыт өте келе жойыла бастайды, жоғала бастайды. Мысал ретінде адамның денесіндегі кез келген мүшесін алайық. Егер де адам белгілі бір дене мүшесін күнделікті өмірде пайдаланудан, іске асырудан, іске қосудан қалса, олар бірте-бірте уақыт өте келе өзінің күшін жойып, әлсіреп, мүлдем өзінің қызметін атқарудан қалады. Ұзақ уақыт бойы мүлдем шайнамаған, еш нәрсені тістемеген тістер әлсіреп, олар да өз орнынан түседі. Қимыл қозғалысы бәсеңдеген адам, мүлдем қозғалмайтын адам, оның денесі уақыт өте келе тасқа айналып, тіпті ағашқа айналып, мүлдем қимылдауы қиындағанын сезе бастайды. Күнделікті өмірде адам өзінің оймен ойланып, бір шешім қабылдап, немесе бір жаңа нәрсені үйреніп отырмаса, миы да өзінің функциясын орындаудан қалады. Яғни, барлығы бұл өмірде үнемі іске қосулы болу керек. Не үшін Құдай оны жаратты, соны ол атқару керек, сол іспен айналысу керек. Бұл дүниеде бос жатқан бір нәрсе болса, ол жойыла бастайды. Яғни, басқаша айтқанда, барлық нәрсе қимыл қозғалыста, барлық нәрсе даму процесінде болу керек. Бірақ бұның екінші бір жағы бар. Егер де адам керісінше өзіне берген мүмкіндіктерді, қабілетті толығымен күнделікті пайдаланып жүрсе, оның қабілеті, оның мүмкіндіктері күннен күнге ұлғая түсіп, күшейеді. Табиғатта дамуын тоқтатқан өсімдік, немесе тіпті ағаш, гүл болсын, олар өзінің даму шегіне, шырқау шегіне жеткен кезде өле бастайды, құлдырайды, яғни өмірлік олардың траекториясы. Бірақ адам өсімдік емес қой, оның ақылы бар, және де ең мықты кілті адамның, ол оның ақылы, ол оның миы. Адамның миы үнемі жаңа нәрсені біліп тануға, жалпы дамуға міндетті. Негізі адамның жаны қызыққа, жаңалыққа өте жақын. Ол көп нәрсені танып білгісі келеді. Ол осы дүниенің кереметтерін көргісі келеді. Бірақ кішкентай кезінен әрекетсіздікке үйренген адам уақыт өте келе, ол мүлдем еш нәрсені істегісі келмей, дамығысы келмей тұрады. Әсіресе осы жанының қалағанын миы істегісі келмейді. Яғни ол еріне бастайды, еріншек болады. Бірақ жаңағы жануарға, өсімдіктерге қарағанда біздің ақылымыз бар ғой, біздің қайратымыз бар. Егер де біз қаласақ, біз барлығын өзгерте аламыз. Еріншек болған адам нағыз дамып жатқан, өз өмірінен ләззат алатын, өзінің істеп жүрген жұмысынан ләззат алатын адамға айнала алады. Бұл жерде ең бастысы адамның жүрегінде бір ниет пайда болу керек. Шынайы ниет болған кезде, шынайы ықылас болған кезде алынбайтын қамал болмайды адам баласы үшін. Сондықтан сіздің өміріңіз тек қана өзіңіздің қолыңызда. Сіздің ақылыңыз бар, сол ақылды күнделікті өмірде іске қосып, оны күнде әр нәрсені танып біліп, жаттықтырып, дами беріңіз. Сіздің алар асуларыңыз өте көп. Бақытты болуға лайықтысыз, сондықтан да әрекет етіңіз. Әрекетте берекет бар.